Барлықтарыңызға сәлем. Жарнамалық баннер марафонына қош келдіңіздер. Және де бұл марафонда алғашқы сабағымыз бізде қазақша шрифтті қалай өзгертеміз. Мысалға бізде қазір хит осыны стористер көп жүрген шығарсыздар. Стильде әдемі, иә? Ұйқасы үйлесімі әдемі келіп тұрып, осыны қалай жасаймыз. Қазіргі кезде енді бұл бізде конкуренция талабы дамып жатыр Инстаграмда, сондықтан да әдемі жасау барынша сіздің қолыңыздан келеді. Бұны үйренсеңіз өте оңай. Керек приложениелер, осы арқылы біз әдемі қылып үйлестіре аламыз. Ең алдымен біз қазақша шрифт істеу үшін ВК-ға кіреміз. ВК-ның ішінде бізде қазақша шрифттердің арналған өзінің группасы бар. Группаға кіреміз біз. Және де осының ішінде қазақша шрифттің әртүрлісі қараңыздар. Әдемі шрифттер, осындай шрифттер бар мысалға. Мындай шрифт, осындай шрифттің қазақша арналған түрі бар. Осындай түрі бар. Осындай қазір осы хит болып жатыр. Көп Инстаграмнан стористен байқап жүрген боларсыздар. Осының үстін басамыз стрелканың. Скачать етіп аламыз. Міне осындай зип болып шығады. Біз 3 точканы басамыз. Поделите басамыз. Тағы да жоғарыда поделите болып шығады. Соны тағы да басамыз. Студия бөлімінде бізде студияны скачать етіп алыңыздар. Студия бөлімін басамыз. Бұл бізде окей деп басылады. Және плюс батырмасының transparent, яғни PNG форматты таңдаймыз. Және осындай текст бөлімін басып, мысалы деп қазақша жазамыз. Окей. Және де біздің скачать етілген жаңағы текстіміз соңғы бөлімде осындай болып, ең алғашқы бөлімде шығады. Color бөлімі бар, түс бөлімін. Мысалы қазір сары түстер тренд болып жатқан түстердің бірі. Осылай. Және стайл бөлімінде ортасын ашуға болады, кеңейтіп. Және алшақтатуға болады. Және caps бөлімі бар бізде. Үлкен әріппен жүргізуге болады, осылай кішірейтіп үлкейте аласыз. Shift бөлімі бар бізде, осындай дөңгелетіп, қазір хит болып жатқан осы дөңгелек қылып істей аламыз. Осы окей жоғары басамыз. Және save деген бөлімді басып, сохранить етіп аламыз. Сарыда темный цветті таңдаймын. Енді біз галереядан сурет скачать етіп аламыз. Міне, көрдіңіздер ме, қою түске анық түстер әдемі түседі.